بعض الأئمة المشهورين وهو في الباطن منتسب إلى غيرهم معتقد لمذهب سواه فهذا لا يسوغ له ذلك البتة وهو من نوع النفاق والتقية ولا سيما من أخذ الأموال المختصة بأصحاب ذلك الإمام المشهور من الأوقاف أو غيرها. Ал енді дейді, кімде-кім өзін төрт имамның біріне еремін деп көрсетсе адамдарға, мен ханафимін, немесе шафиғимін, немесе маликимін, немесе хамбалимін деп өзін адамдарға солай көрсетті. وهو في الباطن منتسب إلى غيرهم معتقد لمذهب سواه. Бірақ ішінде, жүрегінде, көңілінде ол басқа адамға еріп жатыр. Басқа адамға ереді, басқа адамды дұрыс деп есептейді. فهذا لا يسوغ له ذلك البتة. Бұл нәрсе харам деді. Бұл нәрсе харам. Яғни өзі ханафи болып көрінеді, бірақ әлгінде басқа мужтахидқа ереді. Ішінде басқа мужтахидқа ереді, сыртында ханафи болып көрінеді. Бұлай дұрыс емес деді. Бұлай дұрыс емес. Неге? Себебі сен ханафи болып көріндің, сенің сөзіңді сөйлеп жатқан кезде, мынау мәселе былай, мынау мәселе былай деп жатқан кезде, ханафидің мазхабы деп адамдар қабылдайды. А сен ішіңде басқа мазхабқа еріп жатсың. Өзіңді ханафи қылып көрсетіп жатсың. Бұл нәрсе болмайды дейді. Бұл нифақтық, екіжүзділік, бұл тақия, бағана шииттерде бар ғой, бір нәрсені жасырып, екінші нәрсені көрсету. Бұл сондай нәрсе дейді. Қазіргі кезде өкінішке орай біз осы нәрсені көріп жатырмыз. Жұртқа ханафи болып көрінеді, мен муфтиятпен біргемін дейді, мен ханафимін деген секілді сөздерді айтады, бірақ ішінде ол әлгі пәленші, түгенші 20 ғасырдағы адамдардың фәтуасымен жүреді. Сөйтеді де адамдарды алдайды. Әсіресе дейді, ولا سيما من أخذ الأموال المختصة بأصحاب ذلك الإمام. Ол кезде болған жағдай. Мысалы, вақф. Яғни, біреу өзінің заводын, біреу фабрикасын, біреу тағы басқасын, біреу жерін Алла жолында жұмсайды. Бірақ оны қайда жұмсалатынын бекітеді. Мысалы, мынау айтады, мынау имам Абу Ханифа мазхабын үйренуші шәкірттерге дейді. Немесе сол мазхабты таратқан имамға дейді. Немесе имам Шафиғидің деп. Сондай арнайы уақыфтар болған. Мазхаб имамдарына жұмсалатын, сол мазхабты оқытатын медреселерге жұмсалатын уақыфтар болған. Әсіресе сондай уақыфтан ақша алып отырған адам дейді. Оныкі мүлдем харам дейді. Яғни, мысалы, бір адам келді, бізге муфтиятқа имам болып тіркелді. Ханафимін деді, сараптамада, мысалы, ханафи мазхабы бойынша жауап берді. Енді сол мешіт имамы деп, бізде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ханафи мазхабы бойынша діни үкімдерді жүргізеді деген ол ережесінде бәрінде бекітіліп тұр. Ол сондаймын деп кірді. Сөйтіп отырып, айлық алып отырды, бірақ мешітке келіп алғаннан кейін басқа мазхабпен фәтуа беріп жатыр. Бұл адамның алып жатқаны харам болады. Оның істеп жатқаны екіжүзділік, мұнафиқтық болады. Өкінішке орай біз қазіргі кезде осы нәрсені әлгі басқа ағымда жүрген жігіттерден бірақ маска киіп алған көріп жатырмыз. Өзім ханафи қылып көрсетіп, мен ханафимін, мен Абу Ханифа мазхабын қолдаймын, басқа деген сөзді айтады. Бірақ адамдарға фәтуа берген кезде 20 ғасырдағы өздерінің белгілі 5-6 шайхтардың сөздерімен фәтуа береді. Бұл адамның ісін имам Ибн Раджаб аль-Хамбали нифақ дейді. Бұл екіжүзділік дейді. أو لبس على الناس فأوهمهم أن ما يفتي به من مذهب من ينتسب إليه في الباطن هو مذهب ذلك الإمام المشهور. Немесе дейді ол адамдарды алдаса дейді, адамдарды адастырса. Қалай адастырады? Өзін мына имамның артынан еруші көрсетті да, басқа имамның фәтуасын беріп жатыр. Ал мына адам, фәтуа сұрап жатқан адам ойлайды, бұл маған мысалы ханафи мазхабының фәтуасын беріп жатыр. Бұл сөйтіп адамды адастырып жатыр. Бұл нәрсе рұқсат емес дейді, бұл харам дейді. Бұл адамдарды адастыру. Өкінішке орай қазіргі кезде біз сондай адамдарды білеміз. Бір мәселе сұралса, ханафи мазхабы бойынша былай деп жауап береді. Ханафи мазхабында олай емес. Бірақ бұның айтатын сөзі, имам Абу Ханифа айтқан, «Иза саххал хадис фахуа мазхаби». Сахих хадис менің мазхабым деген. Яғни имам Абу Ханифа бізге осы ережені беріп жатыр. Қайсы мәселеде сахих хадис болса, сол менің мазхабым деп айтқан. Значит, біз қай мәселеге қатысты сахих хадиспен фәтуа беретін болсақ, ол уже имам Абу Ханифаның мазхабы болады деп әлгі имам Абу Ханифаның басқа имамдардың айтқан сөзін надандықпен қате түсініп алып,
кез келген сөз имам Абу Ханифаның сөзіне қайшы келсе, онда ол имам Абу Ханифа ол хадис жетпеген, ол хадис жеткенде ол соны алып соны өзіне мазхаб етер еді дейді да, имам Абу Ханифаның мазхабы деп өзінің шейхтарының фәтуасын беріп жатқандар бар. Олардың ісі бұл адамдарды адастыру, олардың ісі нифақ, екіжүзділік, тақия, ана шииттердің маскасы олардың бетінде тұрған. Кәдімгі олардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ішінде өзін пәленшімін, түгеншімін, өзін әлгі белгілі ғой кімдер екендігі. Ал бірақ сыртында ханафи болып көрінеді. Бұл нифақ, бұл екіжүзділік. وكذلك إن صنف كتابا على مذهب إمام معين وذكر فيه ما يعتقده من قول من ينتسب إليه في الباطن من غير نسبته إلى قائله. Сол секілді ол мысалы бір мазхаб бойынша кітап жазса деді. Сол мазхабтың адамы деп танылды. Бірақ ішінде кімнің сөзі екенін айтпастан жүрегінде еріп жүрген адамның сөзін келтірсе деді. Бұл да осылай харам деді. Бұл дұрыс емес деді. Оны оқыған адам не деп ойлайды? Мысалы пәленші ханафи деп біледі. Ол ішінде Абу Ханифаның сөзі деп жазған жоқ, бірақ мына мәселені үкім былай деп жазды. Сыртында мысалы ханафи мазхабы бойынша деп тұр. Немесе пәленші ханафи деп тұр. Ішіндегіні оқыған адам не деп ойлайды? Бұл ханафи мазхабы бойынша ғой деді. Бірақ ол масканы киіп алғанда ішінде өзі еріп жүрген, шынайы жүрегінде еріп жүрген адамның сөзін келтіріп жатыр. Бұл да адамдарды алдау болып табылады. وكذلك لو كان الكتاب المصنف لا يختص بمذهب معين. Сол секілді оның жазған кітабы бір мазхабқа қатысты болмаса деді. إلا أن مصنفه في الظاهر ينتسب إلى مذهب إمام معين وفي الباطن إلى غيره. Мысалы бір мазхабқа қатысты деп кітап жазған жоқ. Бірақ сол кітапты жазып жатқан адам захир, сыртқы көріністе бір имамға ереді, фил батин ішінде басқа имамға ереді. فيذكر فيه أقوال من ينتسب إليه باطنا من غير بيان لمخالفتها لمذهب من ينتسب إليه ظاهرا. Және ішінде сөздерді келтіреді. Мысалы өзі жүрегінде еріп жүрген, бағана сәләфимін деді, сол сәләфияның шейхі деген шейхтарының сөздерін келтіріп жатыр. Бірақ сол келтіріп жатқан кезде ол пәленшін сөз деп жатқан жоқ, және менің негізгі еретін мазхабыма мынаған, мысалы сыртқы көріністе еріп жүр, ол ханафи болып. Бұл ханафиге қайшы келеді деп ол жазып жатқан жоқ, баяндап жатқан жоқ. فكل هذا إيهام وتدليس غير جائز. Бұның барлығы адамдарды адастыру, алдау, غير جائز, рұқсат емес дейді. وهو يقتضي خلط مذاهب العلماء واضطرابها. Бұл имамдардың мазхабының араласып кетуіне, бұл имамдардың мазхабының бағанағы бір-бірімен соқтығысуына, яғни каша болуға алып келеді дейді. فإن ادعى مع ذلك الاجتهاد كان أدهى وأمر وأعظم فسادا وأكثر عنادا. Ал енді сонымен бірге ол тағы да мужтахидпін десе, бұның ісі одан да үлкен проблема деді. Адха ва амар, амар деген әшші деді. Яғни бұл өте қиын нәрсе деді. Бұның бұзғыншылығы, бұның зияны өте ауыр деді. فإنه لا يسوغ ذلك مطلقا إلا لمن كملت فيه أدوات الاجتهاد من معرفة الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة والتابعين ومعرفة الإجماع والاختلاف وبقية شرائط الاجتهاد المعروفة. Себебі дейді, бұл нәрсе, яғни бағанағы өз алдына фәтуа беру, басқа қылу, немесе әлгіндей ижтихад жасау, кімде ижтихад құралдары кәміл болса, соған ұқсат етіледі деді. Ол Құранға қатысты толық білімі болу, сүннаға қатысты сахабалардың фәтуалары, табиандардың фәтуалары, ижма болған мәселелерді, ихтилаф болған мәселелерді білу. Себебі ижма болған мәселеге қарсы шығуға болмайды. Және басқа да ижтихадтың шарттары дейді.